Таңертең ерте ояныңыз. Өйткені ғалымдар ерте ұйықтап, ерте оянатын адамдардың өмір жасы ұзақ болатындығын бұрыннан да дәлелдеп қойған. Сонымен қатар, ерте тұратын адамдардың еңбегі де өнімді болады. Екіншіден, таңертеңгі асты тойып ішу керек. Себебі таңертеңгі аспен біз бір күнге қуат жинап аламыз. Бутерброд пен бір шынаяқ кофе сізге ас болмайды. Таңертеңгі ас барынша құнарлы әрі тойымды болса, түскі ас пен кешкі асты жұмыс күніңізге қарай ішесіз. Үшіншіден, таңертең жаттығу жасауды ұмытпаңыз. Таңғы жаттығу денеңізді шынықтырып, ұйқыңызды ашады. Төртіншіден, таныстарыңызға да, жай көшеде кетіп бара жатқан адамдарға да күлімсіреп жүріңіз. Ешкім сізді ақымақ деп қабылдамайды. Керісінше, сізді күлімсіреп жүретін және өміріне риза деп қабылдайтын болады. Ал ер кісілерге күлімсіреп жүру тіпті пайдалы екен. Себебі психологтар күлімсіреп жүретін жігіттер сымбатты болмаса да, әйелдерге көңілсіз сымбатты жігіттерге қарағанда көбірек ұнайтынын дәлелдеген. Бесіншіден, ақуызы мол тамақты көбірек, тәтті мен холестерині бар тамақты азырақ жеуге тырысыңыз. Ақуыз ет пен балықта ғана емес, көкөністер мен жұмыртқада да көп. Сонымен қатар, тұзды тамақтарды да аз қолдануға тырысыңыз. Алтыншы, тамақ ішердің алдында аш қарынға бір стақан су ішу қажет. Көптеген диетологтар суды көп ішетін адамдардың емделуге жиі келмейтіндігін айтады. Сондай-ақ суды көп ішудің пайдасы қандай екендігін аңғару қиын емес. Жетінші, барлық жаңалықтардан хабардар болып жүруге тырысыңыз. Ол сізге қажет болмаса да, жаңалықтарды білетін адам әрдайым жақсы әңгімелесуші және кез келген ортаның сүйікті қонағы бола алады. Сегізінші, күнделікті аздаған уақытыңызды өзіңіздің хоббиіңізге арнаңыз. Ол 1-2 сағат сізге теледидардан құр бағдарлама немесе жарнама көргеннен әлдеқайда жақсы әсер етеді. Егер хоббиіңіз болмаса, өзіңізге ұнайтын іс тауып алып, күнделікті соған аздаған уақытыңызды бөліп тұруға тырысыңыз. Тоғызыншы, күн сайын өзіңізді кемелдендіруден талмаңыз. Ұзақ болмаса да, күнделікті кітап оқыңыз. Өйткені біз кітап оқи отырып, өзіміздің дүниетанымымызды жетілдіріп, есте сақтау қабілетімізді жақсартамыз. Сонымен қатар, кітап ақпараттың қайнар көзі. 10-шы, ұйықтар алдында таза ауада серуендеңіз. Балаларыңызбен жүріп қайтсаңыз, ұйықтар алдында ағзаңызға көбірек оттегі жиналады және бұл ұйқыңызды шақырады. Тиісінше таңертең оянуыңызға жеңіл болады. Егер осы кеңестердің бірнешеуін күнделікті орындап тұрсаңыз, бір айдың көлемінде сіздің өміріңізде өзгерістер бола бастағанын байқай аласыз. Әрине, тек жақсы жағына қарай өзгерістер орын алады.